Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әп-әдемі болып шығатын гүл тәріздес печеньелардың жасалу жолын көрсететін боламын. Осындай өте әдемі, дастарханға қойғанға керемет, балапандарыңызға жасап берсеңіздер де дәмі өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жұмыртқаны ыдысымызға салып аламыз. Оның үстінен шекерді салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен немесе вилкамен араластырсаңыздар болады. Екеуін жақсылап араластырып болған соң, жұмсақ сары майымызды салып аламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен ванилин қосамыз. Егер ванилин болмаса, міндетті емес. Содан соң разрыхлительді қосамыз. Мен осылай електен өткізіп алдым. Оның үстінен ұнды қосып, електен өткіземіз оны да. Енді творогымызды қосып аламыз. Негізінен творогты ұннан бұрын қосып, араластырып, содан кейін үстінен ұнды қоссаңыздар болады. Мен ұмытып кеттім, сондықтан соңынан творогты қостым. Және де барлығын араластырып, қамыр илеп аламыз. Жақсылап осылай қолмен барлығын араластырамыз. Біріктіріп, әдемі осындай қамыр жасап аламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ, әп-әдемі болып шығады. Енді осы қамырды мен екіге бөліп алдым. Сіздер бөлмей-ақ бір бүтін күйінде жайып алсаңыздар да болады. Немесе осылай екіге бөліп жайсаңыздар да болады. Осыны енді жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болса жетеді. Осылай үйде қандай стакан ба, немесе осылай домалақ етіп кесуге ыңғайлы затпен кесіп аламыз. Осылай барлығын кесіп, артық жерлерін алып тастаймыз. Енді мұқият қараңыздар. Гүл тәріздес шығу үшін осылай 3 домалақты біріктіріп, осылай домалатамыз, дәл видеодағыдай. Жақсылап жабыстырамыз осы қосылған жерлерін. Және осылай екіге бөліп аламыз. Сол кезде бізде осындай гүл тәріздес печеньелер шығады. Осылай шет-шеттерін ашып, гүлге ұқсатып шығамыз. Тағы да бір рет көріп алыңыздар. Шеттерін жақсылап жабыстырыңыздар, өйткені ол піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Екінші қамырымызды да дәл осылай жайып аламыз. Және де осылай домалақтап кесіп шығамыз. Артық жерлерін алып тастаймыз. Және дәл жаңағыдай гүлімізді жасап аламыз. Бір жасап көрсеңіздер, оп-оңай жасалынады, әп-әдемі болып шығады. Осылай енді пергамент қағазына барлығын орналастырып шығамыз. Араларын ашық-ашық қоясыздар, өйткені пісу барысында кішкене көлемі үлкейеді. Енді осы печеньелерімізді 200-220 градуста 20-25 минутқа қызып тұрған пешке салып аламыз.
Міне біздің печеньелеріміз дайын болды. Дәл гүл сияқты, роза гүлі сияқты әп-әдемі болып шықты. Үстінен қалауыңыз бойынша сахарный пудра сепсеңіздер болады. Міне біздің гүл тәріздес печеньелеріміз дайын, әп-әдемі, дәмі де керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамына да көп зат кетпейді. Оп-оңай. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар.